Тигран Петросян, Василий Смыслов, 1961 жыл. Сонымен, мен сіздерге үнемі айтамын, патшаға немесе сарбаздарға шабуыл жасауға тырысыңыздар деп. Егер де патшаға, сарбаздарға шабуыл жасауға мүмкіндік жоқ болатын болса, онда фигураларды дұрыстауға тырысу керек, немесе фигураларды дамытуға тырысу керек. Сонымен, осы жерде Тигран Вартанович Петросян уәзірді А4-ке қойды. Неге? Себебі қарсыластың патша қанатында ойыншылар жетіспейді. Ойыншылардың басым бөлігі мына уәзір қанатында шоғырланған. Соның салдарынан Тигран Вартанович дәл қазір өзінің уәзірін А4-ке орналастырды. Тура D8 және уәзір E4 бірден мат қойғысы кеп тұр. G6, уәзір G4, енді піл G6, FG, уәзір G6, содан кейін уәзір G7 және уәзір G8 мат қойғысы кеп тұр. H5 және уәзір H3. Сонымен бәр дайын, дәл қазір G4 деген мүмкін іс-әрекетті жүзеге асырудың амалы, бірақ қарсылас F5 деп жүреді. Мен үнемі айтам, осы сарбазды қозғалту барысында өте мұқият бол керек. Өйткені патшаны тым қатты әлсетіп жүреді. G, мысалы H олай емес, бірақ F сарбазына ерекше көңіл аударыңыздар. Ең бастысы қараңыздар, бүкіл ойыншылар осы уәзір қанатында шоғырланған. Мына патшаны қорғайтын ешкім қалмады. Піл C4, енді мына Италия жолына тұрамыз. Мына сарбазға шабуыл жасаймыз. Алдық, және патша F7. Патша өзін-өзі қорғай алады. Вильгельм Штайництің ережесі. E4, бәрібір біз деген қазірінен алғымыз кеп тұр, аламыз. Содан кейін уәзір H5, уәзір F5 деген амалдар. Уәзір F4 және тура E1 ауыр фигуралар артынан орналасқанды ұнатады. Бұл Зигберт-Таррш. Уәзір G4, алдық, уәзір C4, алдық, бұлай және G7. Шын мәнінде ойын аяқталды. Себебі ақтардың басымдығы. Көрдіңіздер ме? Шахмат тақтасының белгілі бір жерінде, белгілі бір аумағында сіздер деген өзіңіздің басымдығыңыз бар болатын болса, соның өзі жеткілікті. E5 шах, алдық, осымен ойын аяқталды. Міне көрдіңіздер ме? Ең басты мәселе неден туындады? Міне мына жерде неден туындады? Патшаның қасында оны қорғайтын ешкім жоқ. Мына жақта өрт сөндіргіш жоқ. Мыналар деген не істеп жүргені? Көрдіңіздер ме? Қарсылас деген уәзірді А4-ке қойды, және уәзірді Е4-ке, осының арқасында шын мәнінде ойын аяқталды. Сол себепті мүмкіндік бар болса, патшаның қасынан фигураларды алып тастама.